Тәуелсіздік елімнің еркін жолы. Дәл осындай тақырыппен Тасбөгент кент әкімдігі Сабира Майханова атындағы мәдениет үйінде еліміздің 30 жылдығына арналған салтанатты шара ұйымдастырды. Аталмыш шараны кент әкімі Семсер Сыздықов ашып, тұрғындарды мерейлі мерекемен құттықтады. Қоғамдық саяси өмірге белсене араласқан, кенттің әлеуметтік экономикалық әлеуетінің артуына үлес қосқан азаматтарды марапат биігіне көтерді. Сондай-ақ облыс әкімінің, қала әкімінің алғыс хаттарын табыстады. Мерекелік шара әсем ән, көңілді би, мағыналы қойылымдармен жалғасты. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған егемендікке ие болғанымызға биыл мінекей 30 жыл толып отыр. Осы орайда еліміздің түкпір-түкпірінде тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы кең көлемде атап өтілуде. Қазақстандықтар түрлі өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарын жеңіп, қазірде әлемдік сахнаға көтеріліп отыр. Мемлекетіміздің осындай биіктерді бағындыруына барлық отандастардың, соның ішінде осында қатысып отырған әрбіріміздің өзіндік үлесіміз бар. Ендеше еліміздің ертеңгі жолындағы баршамыздың еңбегіміз жана берсін дегім келеді. Көмира Бекжанқызы, Зерде фарма жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Құрметті жұмыстар